Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздер гүлді бөлкелердің құрамы және жасалу жолдарымен танысасыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз. Оған қант, ашытқы, жұмыртқаның ағын салып араластырамыз. Ұнның 1/4 бөлігін, яғни 400 грамм ұнның 100 грамын салып араластырып, бетін жауып қоямыз. Уақыт өткен соң қалған ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз. Елу грамм сары майымызды салып илеп, бетін 30 минутқа жауып қоямыз. Көтерілген қамырды жаямыз. Арнайы дөңгелек формада кесеміз. Кесілген қамырды бір бүктейміз, екінші рет тағы бүктейміз. Осылайша 5 жапырақша дайындаймыз. Қалған қамырды домалақтап ортасына қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Әсемдік ретіне бетіне мак себеміз. Бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Духовкада 35-40 минут пісіреміз. Гүлді бөлкелер дайын. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.